Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі жаз мезгілінде ыстық қою тамақ мүлдем жегіміз келмейді. Сол үшін осы мезгілде біздің отбасымыз үшін таптырмас тағам ол окрошка. Мен қасықпен алғанға ыңғайлы болу үшін оливье салатына тураған сияқты төрт-бұрышты етіп турадым. Піскен картошка, піскен жұмыртқа, қияр, колбаса, редиска, жасыл пиязды саламын. Енді укроптың дәмі ерекшеленіп тұрғанын қаласаңыз, осы сәтте укропты турағаннан кейін басқа бір ыдысқа езіп алып қоссаңыз болады. Ал мен жай туралған қалпында қалдыруды жөн көрдім. Негізгі ингредиенттерім осы. Енді айран және газдалған минералды су. Әрине газсыз да қосуға болады. Тұз, қара бұрыш және лимон қышқылы. Немесе лимон суымен алмастырсаңыз болады. Жақсылап араластырғаннан кейін ыдыстарға құйып, отбасыңызға ұсынуға дайын. Комментарийға өзіңіз окрошканы қалай жасайсыз, бөлісіңіз. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Себебі қызықтың барлығы әлі алда.